әріптердің жазылу түрлерін өтеміз. Бүгін сіздерге 6 әріп түрін беремін. Мінекей мынау ходан кейін бізде дәл әрпі. Дәл әрпі қараңыздар. Басында, ортасында, яғни мына жағынан сөз жазылады. Соңынан бірақ ермейді еш нәрсе. Дәл. И соңында. Енді зәл әрпі. Зәл әрпі сөздің басында, ортасында, тоже өзінен кейін сөз жалғамайды, и соңында. Өзіне дейін жалғайды. И ро әрпі. Басында, ортасында, и соңында. Ро әрпі да өзінен кейін әріп жалғамайды, өзіне дейін жалғайды. Жақсы ма? Енді зә әрпі. Бұларда өзінен кейін әріп жалғамайды, өзіне дейін жалғайды. Кейін син әрпі. Син әрпі. Так, қазір. Син әрпі. Көрдіңіздер, енді шин әрпі. Так. Шин әрпін басында и ортасында и соңында. Осы 6 әріп сіздерге үйге жазуға толтырасыздар барлығын. Неке.